айтып келсе, сен күмәнданасың. Бір адам айтып келсе, бір оқиғаны. Ай, мынау дұрыс айттың. 2 адам, 3 адам, 4 адам, 5 адам, 10 адам айтқан сайын сенде күмән азая береді ғой, дұрыстығына. 100 адам, 200, 1000 адам, көрдің бе, адамдардың жеткізушілердің саны көбейген сайын жалғандықтың, әлсіздіктің орын алу ықтималдылығы жойыла береді. Сол кезде 10 мың емес, 100 мыңға жуық сахаба болған тарихта. Нақты ешкім айта алмайды. Өйткені сахабалар тарыдай шашылды. Ислам жеткен мына жағы Орталық Азия, мына жағы Африка, Азия, 3 құрлыққа сахабалардың көзі тірісінде ислам тарап қойды. 3 құрлық, Азия, Африка құрлықтарына. Европаға да сахабалар тірі кезде барды. Өйткені Испания хижраның 92 жылы алынды. Ал ең соңғы дүниеден өткен сахаба 110 жылы дүниеден өтті. Абу Туфайл Амир бин Васила Әл-Лайси. Демек, 3 құрлыққа сол кезде ақ жетті. Қазақ даласында да сахабалардың көзі тірісінде ислам келді. 96 хижра. Айтып отырқ қой, ең соңғы сахаба 110-да өлсе, 96 хижрада ислам қазақ даласына жетті. Демек, сахабалар жан-жаққа тарағаннан кейін оларды есеп жүргізу, ол қанша болды, санын беру мүмкін емес, бірақ кейбір деректерге 100 мыңнан асыра айтса, біреулер 100 мыңға жеткізбейді, сол ортасы 100 мыңдай сахабадан Құран жетті. Демек, Құранды Алла Тағала неге күмәнсіз? Біріншіден өте көп адамнан жетті ғой, ол ғылыми тұрғыдан күмәнсіз болады. Өйткені өте көп адамға жалғандық араласуы мүмкін емес. Жалғандыққа келісіп алуы мүмкін емес. Түсінікті? Ол діни тұрғыдан қарамаймыз оны, ғылыми тұрғыдан қарасақ. Қазір әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы бір оқиғаны айтып тұрса, сенде не болады? Күмән бола ма сол оқиғаның орын алғандығына? Күмән болмайды. Ол кәпірлер болсын, ол мұсылман емес болсын, ол басқа дінні Қытайдікі болсын, сен тіпті мұсылман болмаса да сенесің. Неге? Көптік. Бұл жерде көптік сенен күмәнді алып тастайды. Өте көп бұқаралық ақпарат құралының бәрі бір оқиғаны айтып жатса, сен құлай сенесің болды. Күмәнсіз сенесің. Көрдіңіз ба? Демек, Құран біріншіден көптік па? Екіншіден қызық жері, Алла Тағала бұл Құран енді 100% сенімді болу үшін тек қана жазбаша емес. Біріншіден жадыларда жатталды, ауыздан ауызға, плюс жазды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кәтіптері болды. Жазды. Ол тарихта нақты. Османның мұсхафы, түп нұсқасы сақталды, бүкіл аймақтарға таратылды. Демек, Құран өте көп адамнан жазбаша һәм жадыларда жатталу арқылы екі жолмен және мутаватир деңгейінде, яғни мутаватир деген өте көп адамнан жетті. Демек, Құранның жету жолында да күмән жоқ. Неге? Өйткені «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун» деп Алла Тағала Құранның сақталуын өзі кепілдікке алды. Себебі Құранға дейінгі кітаптарды біз сақтай алмадық, адамзат. Адамзат сақтай алмады оны. Солай ғой, Библия жағы Тәурат өзгерттік, Инжилді. Яктубунал китаба фавайлун лиллазина яктубунал китаба биайдихим сумма яқулуна хаза мин индилла. Олар дейді Алла Тағала, кітаптарын дейді, қасиетті кітаптарды қолыменен жазып алғандарға нендей өкініш. Кейін сумма яқулун хаза мин индилла, мынау Алладан келген кітап деп айтады дейді. Демек, олар өзгертілді. Құран соңғы кітап болғаннан кейін Алла Тағала өзі кепілдігіне алды. Енді Құран сақталды ма? Енді қараңыздар. Құран сақталды 100%. Тарихта орта ғасырда дін дұшпандары Құранды өзгерту үшін жүйелі түрде жұмыс жасаған. Кәдімгідей Уахидуддин хан деген бір индиялық автор бар.
соның ислам ятахадда дейтін кітабы бар. Ислам ятахадда. Бұл кітапты арабша білетіндер алып оқыңыздар. Ислам сені бір шақырады деген кітап қой. Вызов тастайды саған. Бұны арабтар кейін аударып алды өзіне. Бұл исламның теологиясын, ақидасын ғылыми тұрғыда түсіндіреді. Кәдімгі ғылыммен. Сол жерде тарихта біраз батыс ғалымдары, шығыстанушылары, дін дұшпандары Құранның тегін жазамыз деп көп жұмыс жасаған екен. Сол жерде келтіреді. Бірақ олар түсінген жоқ дейді мына аятты. Алла мен сақтаймын деген. Сөйтіп олар нәтижесі қалды. Бөлмесін осылай біреулер отырып Құран жазған ғой, жыртып лақтыра берген ғой, бөлмесін қағазға толтырған дейді. Құранның тегін, Құран ұқсата алмаған. Олар білмеген ғой бұл аятты. Кейін көздері жеткеннен кейін Құранды қойған бұлар. Құранды біз әкеле алмаймыз болды. Енді қараңыздар, Құран сақталса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистері де сақталуы керек. Өйткені Құран теория, хадис практика ғой. Өйткені пайғамбарымыз тірі Құран деп айтты ғой. Алла тағала керемет дана ғой. Құран теория ғой енді, жазбаша. Бәрі. Енді сол Құранды ісіменен көрсету керек бұл адамға. Көрсетпесең бұл адам көп нәрсені түсінбейді, ұқпайды, қабылдамайды. Алла тағала пайғамбарларды жіберді сосын. Кітап түсіріп қана қойған жоқ. Сол кітапты сөзімен, ісіменен, құптауыменен, әрекетіменен көрсететін пайғамбарлар жіберді. Пайғамбар демек хадис ол практика. Құран ол теория, бейне бір. Көрдіңіз ба? Айша анамыздан сұрайды ол пайғамбарымыз. Мінез құлығы қандай деген кезде хулуқул Құран деді. Оның өмір сүру салты Құран деді. Тірі Құран болды да ол. Адамдармен байланысы, қарым-қатынасы, жүріс-тұрысы бәрі пайғамбарымыздың Құранның тірі бір көрсеткіші болды. Түсінікті? Сондықтан бұл жерде мынандай ұғым шығады. Құран сақталса, пайғамбарымыздың хадистері де сақталуы керек. Құранды сақтаған Алла хадистерді де сақтайды. Бірақ енді бұны қалай сақтайды? Бұны енді себептерменен. Ғалымдардың еңбегінің нәтижесінде ислам ілімдерінің ішінде хадис секілді сақталған ғылым жоқ. Хадис секілді зерттелген ғылым жоқ. Неге? Өйткені хадис бәріне негіз болды. Ақидада хадистен алып, сирада, тарихта хадистен алып, фиқта хадиске негізделді, бәрі негізделді. Сол үшін бұған ғалымдар қатты көңіл бөлді. Көңіл бөлгені сондай, бұл ғылым 7-ші ғасырларда нүктесі қойылып кеткен. Мына ислам ілімдерінде екі ұғым бар. Мутақаддимун вал мутаахирун дейтін екі ұғым бар. Мутақаддим бұрынғы, мутаахир кейінгі. Солай ғой, кітаптардан білесіңдер ғой. Осы екеуінің шекарасын кім айтып береді маған? Бұл еркін бұлай, примерно өзінің жобасымен. Неге осы бұрынғылар кейінгілер дейді? Сәләф халаф айтып тұрған жоқ ма? Сәләф халаф басқа ұғым ол. Сәләф деген ол 3 ғасыр алдыңғы, халаф кейінгі, ол емес бұл. Жалпы ислам ілімдерінде мутақаддим, мутаахир деген термин көп қолданылады. Бұрынғы мутақаддим, мутаахир кейінгі. Бұның шекарасы не сіздерге айтайын? Жалпы бұның шекарасы мынау. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хижраның 1-ші ғасыр еді. Пайғамбар сахабалар дәуірі. Мен кейін сіздерге схемасын көрсетем, хадис тарихының схемасын сызып берем. Хижраның 1-ші ғасыры, пайғамбар сахаба кезеңі. Хижраның 2-ші ғасырында, хижраны неге айтамыз? Ислам ілімдерінде хижраның айтылу себебі пайғамбар заманның қанша уақыт өтті, соған ориентир ғой. Абу Ханифа хижраның 80 жылы дүниеге келді. Демек біз бірден ойлаймыз, пайғамбар заманы 80 жыл өтті.
Өйткені мынадай бір логика бар. Пайғамбар заманына неғұрлым жақын болған сайын, пайғамбар заманына неғұрлым дерек, кітап, ғалым жақын болған сайын қадірі, құны арта түседі. Мысалға, сахаба, әтпа табиин, кімнің дәрежесі жоғары ислами түсінікте? Сахабаныкі. Абу Ханифа, кейінгі мысалы имам Науауилер, Ибн Хажарлар, Абу Ханифалар неге пайғамбар заманына жақында, анағұрлым жақындаған сайын деректің де, ғалымның да, кітаптың да қадірі жоғары болады. Жалпыламамын. Сондай түсінік бар. Ислам, өйткені исламда консерватизм деген ұғым басым бәрібір. Бізде пайғамбар заманы неге, мысалға алайық, мына әлемде востоковедтер дейтін зерттеушілер бар, шығыстанушылар. Батыстанушы деген жоқ. Өйткені шығыс орта ғасырда дамып тұрғанда батыстың бәрі шығысты зерттеп, шығысты танығысы келді. Шығыстан мақсат ислам әлемі ғой. Ислам өркениет алып келді ғой, қызықты бәрі. Сөйтіп, ислам әлемін зерттеді. Батыстанушыларда ғылыми методология өте жоғары. Ғылыми методология мықты. Мысалға, олар сираны зерттесе, пайғамбардың өмірбаянын зерттесе, мына востоковедтер, олар Дамира Өмірзаққызының кітабын оқымайды, олар өлсе де оқымайды. Ол ғылыми кітап емес. Олар тіпті Ибн Хишамды да оқымайды. Ибн Хишам кімнен алды? Яғни пайғамбарымызға жақынырақ деректерге жүгінеді. Ибн Исақ кімнен алды? Ең соңғы первоисточникке қайтады бұлар. Солай болу керек негізінде. Бұл мына хадис ғылымының логикасында да бар. Бірде мына Алқамаға, яғни бір хадис келеді. Алқама дейтін мына Абу Ханифаның ұстаздарының ұстазы. Ибрахим ан-Нахаидің ұстаздары Алқама. Алқаманың ұстазы Ибн Мас'уд. Ол үлкен табииндер, тіпті мұхадрам дәрежесінде болған деп айтады. Мұхадрам деген пайғамбар заманында өмір сүріп, бірақ пайғамбарды көре алмай қалған. Сол заманда өмір сүрген, көрсе сахаба болар еді. Көре алмай қалған да. Енді белгілі бір себеппен. Соған Омардың бір хадис жетеді. Омардың. Сол кезде әлгі адамнан алмайды оны. Өйткені Омар тірі. Оның өзіне барады. Соның аузынан есту үшін дейді. Мысалы, бұл ислам тарихында улул иснад, жаңағы ортада мысалға маған біреу бір оқиғаны айтып келсе, бірақ сол адам тірі болса, мен мынадан алмаймын. Мына адам бәлкім қателесуі мүмкін, ұмытуы мүмкін, шатасуы мүмкін, тағы басқа факторлар бар. Адам ғой, пенде ғой. Мен сол ықтималдылықтарды жою үшін негізгі первоисточникке барам. Ислам хадис ғылымында өте маңызды болған осы нәрсе. Соның өзінен барып алатын болған. Түсінікті? Енді сол ғылымда да солай. Сира болса, соның ең негізгі пайғамбарға жақын деректерге алуға ұмтылған. Мына востоковедтердің өзі сол методологияны ұстанады. Қысқасы, 2-ші ғасырда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистері жинақтала бастады. 1-ші ғасырда жинақталған жоқ. Сахабалар кезеңінде жадыларда жатталды, жекелеген сахабалар ғана жазып жүрді. Жинақталған жоқ. Ең алғаш бұл ғылымның дамуы 2-ші ғасырдың басында. Қараңыздар, 99-101 жылдары халифа болған бұл хижра. Омар ибн Абдул Азиз дейтін халифа болды. Умауилер халифасы. Бәни Умайя. Жалпы қараңыздар, ислам тарихында пайғамбар хижраның 11-ші жыл дүниеден өтті ғой. 40-ші жылға дейін 4 халифа кезеңі болды. 4 халифа кезеңі. Хижраның 41-ден 132-ге дейін Умауилер. Хижраның 132-ден 656-ға дейін Аббаситтер билік етті. Исламның хронологиясында. Демек, осы Умауилер билігі кезінде Омар ибн Абдул Азиз дейтін халифа. Бұл өте тақуалығымен, ғылымға деген
жаңағы махаббатыменен қатты танылған халифа болады. Өйткені умавилер кезінде халифалар көбіне мына дүниеге, роскошқа, билікке көп қызыққан, сол үшін мынау ерекше танылып кетеді. Осы кезеңде халифа болған Омар ибн Абдул-Азиз тақуалығымен, білімімен, ғылымменен. Сол кезде ең алғаш ислам тарихында пайғамбар хадистерін ресми түрде жинақтауға бұйрық береді. Осы Омар ибн Абдул-Азиз ресми түрде, мемлекет халифа деген президент қой қазіргі тілмен айтсақ, ресми түрде пайғамбардың хадистерін жинақтаңдар дейді. Неге жинақтан? Оған факторлар қысқаша айтсақ. Біріншіден сахабалар қараңыз, ең соңғы сахаба хижраның 110 жылы дүниеден өтті. Солай ғой? Демек сахабалар почти жойылды. Бұл жерде санаулы сахаба қалды. Сахабалар дүниеден өтуіменен олардың жадындағы хадистер жойылып бара жатыр. Түсінікті? Екіншіден, осы кезде мына заманда ислам әлемінде түрлі бағыттар шығып кетті. Саяси, діни саяси, философиялық, кәләмдік бағыттар шығып кетті. Бірінші фактор, мына Мұхаммад ибн Сирин дейтін табиин ғалым айтады. Сол айтады, бүлік белең алғалы бері дейді. Бүлік белең алғалы бері. Оның сөзі бар, осындай мәшһүр сөзі. Бүлік белең алғалы бері адамдардың арасында тізбек сұрала бастады. Бұрын тізбек сұрамайтын еді дейді. Кім айтты, кімнен естідің деген, пайғамбар былай деді десе, ешқандай күмәнсіз ала беретін еді. Мына бүлік белең алғалы кім айтты, соны біз зерттей бастадық, тізбек сұрала бастады дейді. Мұхаммад ибн Сирин дейтін табиин 110 жыл өлді олда. 110 жылы хижра өлген. Ең соңғы сахабамен бірдей өлді олда. Бұл табиин. Қысқасы, бүлік қайсы деген кезде көпшілік ғалымдар айтады, 36 жылы ислам әлемінде, ислам тарихында Али мен Муауияның арасында қақтығыс болды. Бұл тарихи факт, ешкім жоққа шығара алмайды. Екі сахабалар заманында екі топ бір-бірімен соғысты. Үлкен соғыс болды. Сол соғыстан кейін соның салдарында ислам әлемінде шииттік, алғашқы шииттік және харижиттік көзқарастар шыға бастады. Топтар шыға бастады. Харижилік топтар. Бұлар діни саяси топтар. Ислам тарихындағы ең алғашқы топтардың шығуы саяси тұрғыда болды. Халифа. Білесіңдер ғой шииттер? Али лайығырақ еді Абу Бәкірдің орнына. Қараңыз, таққа талас басталып жатыр. Пендешілік қой. Көрдіңіз бе? Негізі ақидада емес, бірінші очередь сол халифалық хилафа дейді, жаңағы кім бірінші пайғамбардан кейін кім халифа болады, кім билікке келеді, осы жерде проблема басталды. Әркім өзінің адамын рулар ұсына бастады. Шииттер жаңағы кейін Али болу керек еді деген секілді уәж айтады, тағы басқа. Сосын оның нәтижесінде үлкен күнә жасаған адамның жағдайы қалай болады, үкімі қандай болады, сол жерде пікірталас басталды. Тағдырға қатысты пікірталас уже ақидалық, кәләмдік көзқарастар. Қысқасы, бірінші ғасырдың соңы, екінші ғасырдың басында хижраның ислам әлемінде әртүрлі көзқарастар, топтар, бағыттар, ағымдар шыға бастады. Оның негізгі тағы бір факторын айтайын, ислам бұл уақытта үш құрлыққа тарап тұр ғой. Мұсылмандарда толеранттылық дейтін ұғым қатты да. Әхлі зимма өзге дін өкілдеріне мәжбүрлемейсін, өз дінінде қала береді, өз нанымында да қала береді. Мына түрк әлеміне, парсы, мына жақта солтүстік Африка елдеріне барған кезде қаншама наным сенімдер бар. Мұсылмандар қысқасы өзге дін өкілдерімен қатар көрші өмір сүрді. Мысалға Шамда ежелгі христиандық бар, философия кірген оларға, яһудилік бар. Оларда да тағдырға иман, ақыретке иман, Аллаға сенім деген секілді бұрмаланған көзқарастар бар. Мұсылмандарға түрлі сұрақтар қойыла бастады. Аллаға қатысты, тағдырға қатысты, ақыретке қатысты мұсылмандарға сұрақтар қойыла бастады. Енді әртүрлі сұрақтар. Сол кезде полемика, пікір таластар, диспуттар күшейді. Көрдіңіз бе? Қысқасы, мұсылмандардың
географиялық кеңеюі әртүрлі көзқарастардың, философиялардың кіруіне себеп болды. Әртүрлі көзқарастар шыға бастады. Сол кезде әрбір ағым, әрбір бағыт, әрбір топ өзінің көзқарасын алға тартып, дұрысқа шығару үшін пайғамбардың атынан жалған сөйлеуге кірісті. Көрдіңіз бе? Жалған хадистер шығып кетті. Мына кезде жалған хадистер тарады. Исламның тарихында хижраның 1-ші ғасырының соңында, 2-ші ғасырның басында жалған хадистер шыға бастады. Пайғамбардың атынан жалған сөйледі. Неге? Бірінші фактор, әрбір топ өзінің көзқарасын қуаттау үшін. Кейбір шииттік радикал топтар болды. Мысалға, тағы бағыттар жалған хадистер немесе пайғамбардың хадисін бұрмалады, қате түсіндіре бастады. Өйткені пайғамбардың бір хадисі бар. Сенімді хадисте пайғамбардың былай дейді: "Яхфазу хазал илма мин кулли халафин удулу". Мына ілімді дейді. Қараңыздар. Яхмилу хазал илма. Яхмилу бимана яхфаз. Сақтайды. Хазал илм. Илм деген не деген кезде тарихты қарап отырсақ, пайғамбардың хадисін тарихта алғашқы кезеңде не деп айтқан? Илм деп айтқан. Мысалға, Бұхариде талабул илм дейді. Хуруж талабул илм десе, хадис алу үшін сапарға шығу. Кітаптар жазды. Мысалға, Ибн Абдул-Бардың кітабы бар. Жамиул баянул илм дейді. Айтпағы бұл не? Илм деп отқаны хадис. Мысалға, Хатибул Бағдадидің де кітабы бар. 463 жыл өлген. Осы екі ғалым екеуі бір жылда өлген. Ибн Абдул-Бар Малики 463 жыл өлген. Хатибул Бағдади ол да 463 жыл өлген. Хижраның 5-ші ғасырдың ортасында. Екеуінің де кітабы бар. Бұның Жамиул баян илм, мысалы Хатибул Бағдадидің Рихла талабул илм дегені бар. Кейін осы 20-ші ғасырдың соңында жарыққа шықты, ол өңделіп, яғни Нұриддин Айтар шығарды. Хатибул Бағдадидің білім алу үшін сапарға, саяхатқа шығу деген кітабы бар да. Ілім деп отқаны ішін ашсаң бәрі хадис қой. Хадисті тарихта ілім деп сипаттаған. Көрдіңіз бе? Қысқасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистер ілім, соның жинақтау процесі, жаңағы түрлі ағымдар, түрлі жалған хадистер, яхмилу хазал илма мин кулли халафин удулу, әр кезеңде пайғамбардың хадистерін сенімді адамдар сақтап отырады дейді. Сақтап отырады. Неден? Янфуна анху тахрифул ғалиин. Неден сақтайды? Шектен шығушылардың өзгертуінен сақтайды дейді. Пайғамбар көзі тірісінде айтып тұр да, бұл хадисті өзгертетіндер болады. Тахрифул ғалиин, шектен шығушылардың өзгертуінен сақтайды. Интихалил мубтилин, бұзғыншылардың иемденіп кетуінен, өзгертуінен сақтайды. Сосын айтады, тәуилил жахилин, сауатсыздардың, надандардың қате түсіндірмелерінен сақтайды дейді. Демек, пайғамбар не айтып тұр? Әр кезеңде пайғамбар хадисін өзгертетін, бұрмалайтын, қате түсіндіретіндер болады, бірақ әр кезеңде одан сақтап отыратын ғалымдар да болады дейді. Демек, әр кезеңде сондайлар болған тарихта 1-ші ғасырдың өзінде көрініс берді ол. 2-ші ғасырда болды. Оны неге айтып отырмыз? Сол факторлар халифаның өзін бейжай қалдырған жоқ, және соның бұйрығын орындау үшін ең алғашқылардан болып Ибн Шихаб Аз-Зухри хижраның 124 жылы өлген бұл, дүние салған. Осы ғалым Ибн Шихаб ең алғаш хадистерді жинақтаған ғалым екен. Ең алғаш. Көрдіңіз бе? Демек, бұл маңызды емес. Демек, мынау маңызды. Ең алғаш, демек, 2-ші ғасырдың басында пайғамбар хадистері жинақталды бір мұқабаға. Көрдіңіз бе? Демек, бұда не түсінеміз? Хадис жинақтары
екінші хижраның екінші ғасырында жарық көре бастады. Жинақталып, реттеліп, екінші ғасырдың бірінші жартысында хадис жинақтары пайда бола бастады. Бұл біздің ғасырмен айтсақ 8-ші ғасыр. Түсінді? 8-ші ғасыр, 21-мен айтсақ. Демек, ең алғашқы осы Ибн Шихаб болса, сол 2-ші ғасырда өмір сүрген имам Маликті білесіңдер ғой, мазхаб имамы. Соның Муатта дейтін кітабы бар. Бухари, Муслимді білеміз ғой, олар 3-ші ғасырда келді. Имам Малик 2-ші ғасырда, 100 жыл бұрын келіп, хадис жинақтады. Ал дәрежесіне келетін болсақ, имам Маликтің Муаттасы Бухари мен Муслиммен пара-пар. Қандай кітапты ашасың ғой, ислам танудың? Сілтемеде Бухари, Муслим, имам Маликтің Муаттасы, осы 3 кітап келсе, 100% біл, ол пайғамбар сөзі. Күмәнің болмасын. Түсінікті? Осы 3 кітап тұрма сілтемеде пайғамбар сөзі екендігінде күмәнің болмасын. Бірақ екінші мәселе бар. Пайғамбар ол сөзімен не айтқысы келді, ол басқа мәселе. Түсінікті? Ол мағынасы, бұл пайғамбар сөзі ме, сөз емес пе? Бірінші этапта сол анықталады. Пайғамбар сөзі болды. Проблема жоқ. Осы 3 источник бізге ең номер 1. Бухари, Муслим, Маликтің Муаттасы. Күмән жоқ, пайғамбар сөз екендігінде. 90-100% пайғамбар сөзі. Ал пайғамбар не айтқысы келіп тұр, ол басқа. Ол басқа ғалымдар оған кіріседі. Түсінікті? Фиқх хадис болса, фуқахаларға жүгінеміз. Тәпсірге қатысты хадис болса, муфассирлерге жүгінеміз. Түсінікті? Ақида қатысты хадис болса, ақида маманына жүгінеміз. Солар арқылы түсінеміз. Түсінікті? Бұл басқа мәселе. Біздің қазір хадис ғылымының негізгі мақсаты бірінші этапта бұл пайғамбар сөзі ме, сөз емес пе, соны анықтап беру. Пайғамбар сөзі болса, қаншалықты пайғамбар сөзі, соны анықтап берді бізге. Қаншалықты. Кейбір хадистер бар, 10% пайғамбар сөзі, 90% пайғамбар сөзі емес. Өте әлсіз хадистер олар. Өте әлсіз. Кейбір хадистер бар, 30% пайғамбар сөзі, 70% пайғамбар сөзі емес, таразыға салған кезде. Бұл әлсіз хадистер. Кейбір хадистер бар, 60% пайғамбар сөзі, 40% оның сөзі болу. Бұл хасан хадистер болу. Немесе, түсінікті болу үшін айтып адым оны, пайызды өлшемі. Мысалы, сахих болу үшін таразда 90-100% ол сахихті білдіреді. Мысалы, көбіне. Түсінікті болу үшін. Сондықтан 100% алса, хадистің шамамен ғалымдар 100 түрін айтқан ғой. Хадистің 100 түрі бар. Мысалға, даифтың мункар, матрук, муъдал, мусахаф, мақлуб, муттариб, мұхталиф. Хадистің түрі, бұл бәрі әлсіз хадистер. Сөйтіп кетіп 100 түрі бар хадистің. 100 дәрежесіне қарай, мысалға. Жобасын, сіздер айтып. Бұл пайғамбардың сөзі болса, қаншалықты пайғамбар сөз екендігін бізге ғалымдар жіліктеп, талдап түсіндіріп берген. Демек, біз осы жерде не түсіндік? Тарихта ең алғаш хадис жинақтары, пайғамбарымыздың хадистері 2-ші ғасырдың басында жарық көре бастады. Оған әсер еткен себептеріне бірінші исламның аз уақытта көп территорияға таралуы себепті түрлі дін, наным, сенім, философия өкілдері исламға келіп, немесе мұсылмандармен қатар өмір сүруде әртүрлі көзқарастар, топтар, ағымдар шыға бастады. Кәләмдік мектептер. Соның салдарынан түрлі диспуттар болды ғой исламда. Кезінде әртүрлі наным сенімдер мен мұсылмандар арасында түрлі пікірталастар болды. Бірақ хадис ғылымы осы тарихында 2-ші ғасыр қалыптасу кезеңі болса, Ибн Шихаб Зухриді айтты ғой, бірақ ол жалғыз емес. Сол уақытта ислам әлеміндегі Куфа, Басра, Шамда, Меккеде, Мединада, ислам әлемінің орталықтарында ғалымдар сол уақытта 2-ші ғасырдың басында хадистер жинақтады барлығы. Бірақ сол кезде мына ғасырдың ортасында 2-ші ғасырдың басы болса мынау алғашқы жинақтар. Ортасында
бір керемет жүйе қалыптасты. Хадистерді классификациялады ғалымдар. Түсінікті? Яғни, ғалымдар хадистерді жүйелей бастады. Қазір мен сізге айтамын. Келесі бет ашып сөйлейік, көшеге болса, бата көшеге. Жүйелей бастады қазір. Не жүйелеу? Ол былай. Оны тасниф деп айтады. Енді қараңыз. Былай. Пайғамбардың мысалға Ибн Шихаб болсын, сол замандағы мысалға кімдер Ибн Журайж секілді ғалымдар Меккеде жинады. 1000 хадисті бір жерге жинақтады. 1000 хадисті бір мұқабаға жинақтады, 1000 хадисті. Енді сол 1000 хадистің ішінен керек хадисті табу қиын ғой. Бүкілін оқып шығу керексің. Алдыда ғалымдар тасниф. Тасниф алал абуаб. Тасниф алал рижал. Екі методология менен хадистерді жинақтай бастады, реттей бастады. Абуаб деген не? Намазға қатысты хадистерді бөлек, оразаға қатысты хадис бөлек, жихадқа қатысты хадис бөлек жинақтала бастады. Көрдіңіз ба? Кітап, бап қылып тарауға бөліп жинақтады. Екінші методология тарауға емес, риуаятшыларға, рауилерге қарай жинақтай бастады. Көрдіңіз ба? Бұл екінші ғасырдың ортасында тасниф жасалды. Яғни хадистер тақырыбына қарай, жеткізушісіне қарай жүйеленді. Бұл ғылымның жүйеленуі ғой. Әуелі не істеді? Бірінші ғасырда жатталды. Сахабалардың жады мықты болған. Неге? Өйткені исламға дейін ауыз әдебиет мықты болды. Олар жазу сызу өте әлсіз болды. Ислам келген кезде жалпы әлемде жазу сызу қатты дамымаған, жаза алмағаннан кейін жаттауға қатты жүгін, еске сақтау қабілеттері күшті болды. Сөйтіп, ислам келген кезде Құранды да, хадисті де сахабалар жаттап отырған. Ол келер ұрпаққа жадыларда жатталып, жекелеген сахабалар жазды. Өйткені Абу Хурайраның бір сөзі бар. Абу Хурайра. Абдулла ибн Амр ибн Ал-Асты айтпағанда сахабалардың арасында ең көп хадис білген менмін дейді. Бірақ ананы исключение қылады. Абдулла ибн Амр ибн Ал-Асты. Неге? Өйткені ол жазатын, мен жазбайтынмын дейді. Осындай сөзі бар Абу Хурайра. Демек, сахабалар жазып жүрді. Оған дерек көп. Оны мен хадис ілімі дейтін кітапта, осыдан 15 жыл бұрынғы, сол жерде біраз қайындай сахабалар жазып жүрді, соларды мен келтірдім, деректерді. Бірақ бәрі емес, жекелеген кейбір мұсташриктер, вастаковиттер айтады, 17 сахаба ғана жазу білген деп зерттеген ғой. Басқа сахабалар жазу білмеген дейді. Пайғамбардың өзі білген жоқ қой жазу сызу. Енді бұл нақты емес, бірақ жалпы жазу сызу қатты дамымаған кезең, плюс жазу құралдары да дамымағанда ол кезде. Не только жазу сызу, құрал да жоқ. Қағаз жоқ, қалам жоқ көлгесі. Көрдіңіз ба? Жазу сызу құралы дамымаған, жазу сызу өзі де дамымаған. Содан кейін еске сақтау қабілет күшті болған олар. Хадисті де жаттап отырған. Құранды жаттап келді. Бірақ көрдіңіз ба, Алла Тағала бұл соңғыдан ғой. Адам ұмытады, пенде ғой. Ұмытады адам. Ол табиғатында бар, ол керек қасиет, ол ұмыту деген. Сол үшін Алла Тағала не істеді? Жазуды қосты. Сондай дамымаған кезеңнің өзінде сахабалар жазды, хадис жазды, Құран жазды. Пайғамбардың бір сөзі бар. Менен Құраннан басқа еш нәрсе жазбаңдар дейді. Кім менен Құраннан басқа бір нәрсе жазған болса, оны өшірсін дейді. Белгілі бір кезеңдерде жазудан тыйған кездері болған пайғамбарымыз. Неге? Құран түсіп жатқан кезде. Өйткені көл-көсір қағаз жоқ қой. Құранның жазған бетке хадисті де жазатын болса, ертең кіріп кету, араласып кету қаупі болған үшін Құраннан басқа нәрсені жазудан тыйған. Ол белгілі бір кезеңде. Екінші бір хадисте, Бұхариде, пайғамбарымыз бірде түйемен келетте меккеліктерге хутба айтады, уағыз айтады, былайша айтқанда. Ол кезде пайғамбар саяси, рухани,
әскери, жаңағы әскерге бір соғыстың алдында дайындау үшін солай хұтпа айтады. Хұтпаның түрлері бар. Саяси хұтпа болуы мүмкін, діни хұтпа, әртүрлі мақсаттарда. Сөйтіп, Меккенің харам екендігін, бұл жердің ағашында, тасында жаңағы жылуға, бір өлтіруге тыйым салынатын айтып тұрады да, сол кезде біреу, мен естімей қалдым, маған жазып бер, маған қайтала немесе жазып бер деген кезде пайғамбар бұйырған екен. Пәленшеге жазып беріңдер деп. Демек, сол кезде жазу болған. Сосын басқа бір хадисінде қайиду әл-илма біл китаб деген сөзі бар, хадисі бар. Ілімді жазыңдар кітапқа. Демек, пайғамбар заманында жазу болған, кейбір Құран жазылған, кейбір хадистерде жазылған. Демек, ол бірінші ғасырдың жағдайы солай. Бірінші ғасырда сахаба заманда жадыларда жатталды, жекелеген сахабалар өзі үшін жазды. Өздері үшін, ұмытып қалмас үшін. Бірақ екінші ғасырдың басында жинақтады, ортасында жинақтау плюс жүйелу процесі басталды. Жүйелу. Өйткені ғылым дамып жатыр да тез арада, 8-ші ғасырда. Не істеді? Жаңағы тақырыпқа жеткізушілерге қарай хадистерді жинақтап жүйеледі. Соның нәтижесінде осы 2-ші ғасырдың ортасында Жами' дейтін кітап жарық көрді. Жами', Сунан кітаптар жарық көрді, Мусаннафаттар, сол секілді Масанид, Муснад кітаптары, бірақ Муснад мынау, Муснад. Абуабта негізгі 2 жинақ, Абуаб деген мынау баптарға сай ғой. Негізгі 2 жинақ ол Алал Абуаб деп жазайын қазір. Абуаб 2 жинақ, Жами', Сунан. Жами' қазақша жазып қояйын, жаңағы арабша біледі, мен шәкірттер ғой көп, Жами', Сунан. Бұл атақты жинақтар, Жами', Сунан деген. Жами' деген кейін ол Бұхарилер жазды, тағы басқа. Жами' деген ол кітап жалпы атау, айтып тұр. Жами' дегеніміз бүкіл тақырыпты қамтыған ғой. Қандай тақырып бар? Ақида, фиқ, мораль, этика, жихад, тарих, не бар? Бүкіл тақырыпты қамтиды. Жами' өте көп тақырыптарды қамтыған, кейбір ғалымдар негізгі 7 тақырыпты қамту керек дегендер бар. Жами' болады. Ал Сунан деген кітап фиқи үкімі бар хадистерді қамтиды, болды. Сунандарда ақида таппайсыз, мораль, этикалық мен байланысты хадистер таппайсыз. Сунан, негізгі Сунан кітаптарының табиғаты ахадис әл-ахкам, үкімі бар шариғи, құқықтық үкімі бар хадистерді ғана қамтиды. Сол үшін фиқ кітаптарын қарасаңыз көбіне Сунандар көп кездесетін, Сунанға көп сілтеме береді. Демек, Сунан деген жинақ фиқи үкімі бар хадистерді ғана қамтиды, жалпылама. Енді кейбір имам Тирмизи секілді кейбір Сунандарда сәл бұл қағидаттар бұзылып жатады, бірақ жалпылама Сунан үкімі бар хадистерді қамтыса, Жами' бүкіл тақырыптағы хадистерді қамти береді, бірақ екеуін біріктіретін себеп не? Баптарға сай жүйелу. Бап деп отырғаны жағы бірінші кітапқа бөледі, ол бапқа бөлінеді, тарау, бөлім деген секілді ғой. Мысалға бірінші иманға қатысты хадис, екінші намазға қатысты, оразаға қатысты, тарих, сахабалардың қадір қасиеті, жихад, манақиб деп бөлінеді солай, қысқасы. Демек, алғашқы хадис жинақтары жүйелі түрде жарық көрген 2-ші ғасырдың ортасы. Өте көп хадистер жинақталып, жазылып, ретке түсіріліп жарық көрді, бірақ 3-ші ғасыр кемеліне жетті. Естеріңізде болсын, хижраның 3-ші ғасыры хадис жинақтарының алтын ғасыры. Осы 3-ші ғасырда Бұхари, Муслим, Ан-Насаи, Ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Мажа. Осы 6 кітап барлық авторы 3-ші ғасырда өмір сүрді.
256-та Бұхари өлді, 261 жылы Муслим өлді, дүниеден өтті, 273 жылы, 76 жылы Термизи, 79 жылы Термизи, Ибн Мәжә бәрі сол 270 жылдар дүние өтті. Ең соңғы дүние өткен имам Нәсаи 303 жылы. Почти бүкіл ғұмыры 3 ғасырда өтті. Демек, 3 ғасыр хадис тарихында, хадис тарихы деген кезде нақтылайық, тағы да хадистердің жинақталып, жүйеленіп, ретке келтіріліп, хадис жинақтарының жарық көрген алтын ғасыры. 3 ғасыр бұл 9 ғасыр біздікімен. Көрдіңіз ба? 4 ғасыр мен 5 ғасырға көп нәрсе қалған жоқ. 4 ғасырда Табаранилер келді. Табарани 360 жылы дүниеден өткен ғалым. Оның 3 муъжамы бар, маажим. Кабир, Сағир, Аусат деген үлкен 3 том, 3 жинағы бар. Имамы Табарани 260 жылы дүниеге келген өзі. 360 жылы дүниеден өткен. Ровно 100 жыл өмір сүрген екен. Иә? Сол кітабын жазып жаңағы муъжам деп айтылады, маажим. Хада китаби рухи дейді. Мына кітабым менің рухым дейді. Афнайту фихи умри. Осы кітабыма мен бүкіл ғұмырымды арнадым дейді. 100 жыл ғұмыры маажим дейтін кітабын жазумен өткен екен. Өйткені үлкен кабирінде сахабалар, мынау негізгі мынаған негізделеді, rijal. Сахабаларды, мысалы, Абу Хурайраның хадисі бөлек, Анастың хадисі бөлек, тақырыпқа емес бұл. Мысалға, саған Ибн Омардың хадисі керек. Тақырып емес бұл жерде, намазға қатысты. Маған Ибн Омардың хадисі керек, Ибн Омардың хадисі жағы сахабалар, ал аусаты өзінің шейхтары. Шейх. Сағиры шейхтары где-то 1000-ның үстінде шейхі болған екен. Шейх деп отқаны хадис алған ұстаздары. Ел аралап жүр. Түсінікті? Солардың атымен, жаңағы солардан жеткен хадисі жинақтайды. 4 ғасыр бұл. Енді қараңыздар. 5 ғасырда риуаят тоқтайды. Хижраның 5 ғасыры риуаят тоқтайды. Осы жерден мутақаддим деп бітеді. Мутақаддим деген бұрынғылар деген ұғым бар ғой ислам ілімдерінде. Риуаяттың бітуіменен бұрынғылар бітеді. Өйткені өздеріңізді ислам ілімдерінде кітаптарды оқып отырсаңыздар, 5 ғасырдың басынан былай жазылған кітаптарда риуаят қолданбайды. Мысалы, тәпсір оқыңыз, пәленшеден ол, түгеншеден деген тізбек әкелмейді. Ал оған дейінгі тәпсірді қараңыздар, Табаридің тәпсірін қарасаң, бір дерек әкелді ма, Табари кімнен алды оны? Бүкіл тізбегін айтып шығады. Сахабадан алса, бір сахабадан алса егер, сол сахабадан өзіне дейінгі тізбекті айтады. Немесе бір табиинен алса, өзіне бір сөз айтса да, бүкіл тізбегімен айтып отырады. Тізбексіз сөз қолданбайды. 5 ғасырға дейінгі жазылған кітаптар риуаятсыз, тізбексіз әңгіме айтпайды олар. Қандай кітап болмасын, тарих жаза ма, тәпсір жаза ма, хадис ілімін жаза ма. Мысалға, кімнің 405 жылы дүниеден өткен ғалым бар, 405. Кім? Әл-Хаким Абу Абдуллах Әл-Нейсабури. Соның Ма'рифат улумул хадис дейтін хадис ілімінің негіздерін жазған 52 хадис ілімін жазып кетеді. Сол кітабын қарасаңыз, менде бар. Бір сөз әкеле ма, тізбек алып келеді. 5-6 адам, 3-4 адам тізбек әкеледі. Тізбексіз сөз айтпайды. Көрдіңіз ба? Демек, 5 ғасырға дейін ислам тарихында ислам ілімдерінің ғылыми методологиясы риуаят болған. Риуаятқа негізделмеген ғалымды қабылдамаған ғой. Бұл үрдіс 5 ғасырдан кейін жоқ. Мысалы, Ибн Әсирдің тарихын қара, жоқ. Табаридің тарихын қара, бар. Көрдіңіз ба? Мутақаддимде риуаят бар, мутаахирде риуаят жоқ. Түсінікті? Сондықтан бұл екі ұғым риуаятпен байланысты. Неге риуаят бітті? Біріншіден. Пайғамбар саллаллаху бүкіл хадисі 5 ғасырда болды, жинақталып бітті.
5-ші ғасыр ол біздің 11-ші ғасыр. Осыдан 1000 жыл бұрын пайғамбардың бүкіл хадисі, қанша хадис болса барлығы жинақталды. Жами, Сунан, Муснад, Муъжам, Мусаннаф, Мустахраж, Мустадрак, Ажза кітаптар көп. Хадис жинақтарының жалпы атаулары. Түсінікті? Ғалымдар демек бәрін жинақтап, жүйелеп тастады. 4-ші ғасырда соны бітті. 5-ші ғасырда почти қалған жоқ. Түсінікті? Сондықтан неге? Өйткені біздің бүкіл ислам ілімдері риуаятқа негізделеді. Риуаят қой біз. Ғылыми негізіміз риуаят. Сондықтан тізбек деген ұғым ешбір өркениетке, мәдениетке берілмеген Алланың сыйы бұл. Ислам өркениетіне берілген. Құран тіпті Құран бізге хатқа түсіп, оригинал Құран болса да, кезіндегі 2-ші ғасыр, 1-ші ғасырдағы, бірақ күнімізге шейін, күнімізге дейінгі қарилердің пайғамбарға жеткізетін қазір әлемде 5 миллион қари болса, 5 миллион тізбек бар. 5 миллион қари бар әлемде, мысалы, максимум. 5 миллион қаридың тізбегі бар пайғамбарға жетіп атқан. Көрдіңіз бе? Құран тізбекпен жетіп тұр. Хадис, ешбір хадис тізбексіз қабылданбайды. Тізбегі жоқ хадис емес, оған ешкім жүгінбейді. Түсінікті? Тізбегі болмаса, ля асла лаху, тізбегі бар, бірақ тізбегінде жалған жүрсе, ол мауду, мәгзуб, жалған хадис деп қабылдамай тастайды. Ал енді олқылықтарына қарай ол дәрежеге бөлінеді, ол басқа мәселе. Сондықтан тізбек ислам ілімдерінің единственный ғылыми негізі ғой. Ал сол тізбек ислам тарихында мұхаддистер тарапынан өте мұқият зерттеліп, илму рижал, илму жарх ва та'дил, илму риуая деген ғылымдар, бір тізбекке қатысты ғылым салалар қалыптасқан. Мысалға қараңыз, табақат, рижал, таражум, а'лам кітаптары бар. Өте көп. Табақат, мыңдаған табақат кітабы бар. Мыңдаған таражум кітабы бар. Мыңдаған а'лам кітабы бар. Бәріне тізбекпен байланысты. Өйткені тізбекті, және пайғамбардың хадисін Бұхари болса, Бұхариге дейін. Қараңыз, Бұхари қашан өлді? 256. Қараңыздар, сіздерге тағы бір түсінікті болу үшін айтайын. Мұны қараңыздар. 256 жылы Бұхари дүниеден өтті. Ау. Енді қараңыз. Қазір 2025. Одан нені алып тастаймыз? 256. Қанша болады бұл? 15-тен 6 алса неше? 9 ба? Мынау 11-ден 5. 6. Мына жақта неше болады? 7. 1. Енді қараңыз, қазір Бұхари 25-ші жылы өмір сүріп жатыр десеңіз, пайғамбар мына кезде өмір сүрген екен. 1769 жылы пайғамбар, Бұхари мен пайғамбардың арасын елестететін болсаңыздар, бұлай реальностьпен. Бұхари қазір өмір сүріп жатса, пайғамбар 1769 жылы өмір сүріп кеткен. Абылай ханның замандары. Солай ма? Демек 18-ші ғасырда өмір сүрген. Демек, қараңыз. Қанша поколение бар? Әрбір 25, грубо 30 жыл қойсақ, әрбір поколениеге. Сонда 7-8 поколение бар. Бұхари мен пайғамбардың арасында 7-8 поколение бар. Дұрыс, өйткені бұл дәлелденген Бұхаридегі ең көп рауилер саны 9. Ең көп рауи пайғамбар мен Бұхаридың арасында 9 адам бар. Көрдіңіз ба? Бұхариден кейін болды, бізге риуаят керек жоқ. Бұхаридың оригиналы бізде бар. Көрдіңіз ба? Муслимнің оригиналы бар, Абу Дауудтікі бар, Насаидікі бар, Тирмизидікі бар, Имам Ахмадтікі бар. Имам Ахмад та 3-ші ғасыр өкілі. Бірақ бізге соған дейінгі тізбек керек.
Бұхари мен пайғамбардың арасы, Ахмад пен пайғамбардың арасы, Табарани мен пайғамбар арасындағы. Ал ол ғалымдар сол 9 рауи ма, 7 болады, 8 болады, 5 болады, соның барлығы әрбір жеткізушілерді мұқият зерттеп нүктесін қойған. Енді қараңыздар, қазір бір нәрсе, Бұхари қашан өмір сүргенін түсініп алсыздар. Енді қараңыздар. Жалпы хадис атаулы екі компоненттен тұрады. Мынау пайғамбарымыз, сахабадан тағы бір сахаба немесе табиин, одан табиин немесе тағы бір табиин, атбаа табиин немесе табиин, сөйтіп бізге осындай бір тізбек болу керек. Сосын не келеді? Мәтін келеді. Түсінікті? Мәтін. Демек, мынау не бізде? Тізбек. Қазақша айтқан, исна. Демек, хадис атаулы екі компоненттен тұрады. Тізбек және мәтін. Мәтінсіз тізбек, тізбексіз мәтін болмайды. Бірінші кезекте мына мәтіннің дұрыс бұрыстығын, немесе пайғамбар сөзі болса, пайғамбардың қаншалықты сөз екендігін анықтау үшін тізбек мұқият зерттеледі. Тізбек бұған қатысты бірнеше ғылым бар. Илмул рижал, илмул жарх ва та'дил, дуафа, таражум, табақат кітаптар бәрі тізбекпен байланысты. Неге? Өйткені мәтін осының жемісі осы арқылы. Сол үшін де күнделікті өсек аяңның өзінде кім айтты дейсің? Біреу бірдеме айтса. Өсек аяңның өзінде сен дұрыс бұрыстығын анықтау үшін біреу айтып келсе, бір нәрсе айтып келсе, кім айтты саған дейсің? Пәленше айтты десе, бірден автоматик пәленшені зерттейсің. Көрдіңіз ба? Тізбек сұрайсың. Бұл біздің табиғатымызда бар. Сол үшін де Құран не деді? Сендерге бір пасық адам бір хабарды алып келсе, фатабайяну, нақтылап алыңдар дейді. Көрдіңіз ба? Оған құлай сенбеңдер оған. Мысалға, бірде Омарға кім Абу Муса ал-Ашари барады. Есігін қағады, ашпайды Омар. Тағы барады, тағы ашпайды. Тағы қағады, 3 рет қағады, кетіп қалады. Сосын Омар көрген кезде сен маған келмедің ғой. Бардым, қақтым, ашпадым. 3 рет қақтым, ашпадым, кеттім. Өйткені пайғамбарымыз 3 рет рұқсат сұраңдар, болмаса қайтыңдар деп айтқанын естілмейді. Омар ашуланады. Кім айтты саған? Осы сөзімді қуаттайтын екінші бір адам әкелмесең, мен саған көрсетемін дейді. Шын, осындай сөзі бар ғой, тайжисың дейді. Сөйтіп ашуланып келсе, жаңағы сахабалар отырады ғой. Убай ибн Кааб, Абу Муса ал-Ашари келеді. Сол жерде ашуланып келеді, айтады. Омарға айтты, пайғамбардың естіген өзі уверенный болып тұрғанда, бірақ Омар бәрібір бір адаммен жаңағы нақтылап тұрды ол. Көрдіңіз ба? Омардың заманында нақтылап, даже бір Фатима бинт Қайс келіп, пайғамбарымыз жаңағы осындай жаңағы ажырасқан әйелге ешқандай жаңағы үйде напақада берілмейді деген айтқан кезде, мен бір әйелдің сөзіне бола Алланың ол кітабын жаттады ма, ұмытты ма, ұмытпады мен білмеймін, бір әйелдің сөзіне бола мен тастай алмаймын дейді. Бір әйел жеткізген кезде, бір сахаба жеткізген кезде, соны нақтылау үшін Омар куә сұрады. Қасында тағы біреу кім естіді, соны алып кел маған деді. Көрдіңіз ба? Демек, әу бастан сахабалардың алғашқы заманында хабарды нақтылау, деректі дұрыстығына көз жеткізу процесі болды жалпылама. Ал бұл уақыт өте ғылыми негізге салынды. Өйткені біздің бүкіл сенімімізде, шариғатымызда деректерге негізделгеннен кейін дерек тану дейтін ғылым исламда 100% зерттелген ғылым. 100%. Нүктесі қойылған. Риуаяттар жаңа хадис бойынша 4-5 ғасырда бітсе, рауилердің, жеткізушілердің сенімділігі мен сенімсіздігін зерттеу 7 ғасырда біткен. 7 ғасырда өмір сүрген Ибн Салах дейтін ғалым хадистерді бұрыс деп бағалау процесі тоқтады дейді. 7 ғасырда 643 жыл дүние өткен ғалым бұл. Ибн Салах дейді. 643 жыл хижраның. Сол айтады, хадистерді сахи, даиф деп анықтау, дұрыс, бұрыс, әлсіз, қуатты деп бағалау ісі болды дейді. Нүктесі қойылды 7 ғасырда. Демек, барлық хадис 7 ғасырда біздің заманымызбен 13 ғасырда
толық аяқталған. Бірақ әрине бұған кейбір ғалымдар келіспейді. Çünkü сол келіспеген үшін 20 ғасырда имам Насруддин әл-Әлбанилер қайтадан сахих, даифті қайтадан зерттеген. Бар, көрдіңіз ба? Бірақ жалпылама 7 ғасырда хадис, 4 ғасырда хадистер жинақталу процесі нүктесі қойылған болса, 7 ғасырда әрбір хадис дұрыстығының нүктесі қойылған. 7 хижра, демек 13 ғасыр. Çünkü Ibn Салахтар сол Моңғол шапқыншылығы кезінде өмір сүрген болар. 13 ғасыр. Кейін енді қалған құтқан салыстырмалы түрде кейінгілер зерттеулер бар, тоқтамайды. Бірақ негізгі процесс осы кезде аяқталады. Қорыта айтқан кезде жалпы хадис ислам ілімдерінің қайнар көзі, оны екі уахи деп айтады. Құран, хадис та уахи негізінде. Çünkü мен сіздерге енді бұның анықтамасын айтпадым, айта кетейін, мені кейбір шәкірттер білетін болғасын айтпадым. Хадис деген не деген кезде сала мамандарына қарай анықтама өзгереді. Мухаддистердің анықтамасы ауқымдырақ. Ма удифа иля наби саллаллаху алейхи ва саллям мин қаулин, ау фи'лин, ау тақририн, ау васфин, хилқия, ау хулуқия, ва ма удифа иля сахаби ва таби'i деп мухаддистер айтады. Көрдің, бұл ауқымды. Қараңыз. Пайғамбарымызға жеткен әрбір сөз, іс құптау дейді. Құптау деген ғұрып қой. Пайғамбар көреді, істеліп жатыр да бір іс бұрыннан келе жатыр. Шариғатқа қайшы емес, үндемейді. Ол ғұрып. Сөз, іс, тақрир, сосын уасф дейді. Уасф деген пайғамбардың сипаты, жаратылысынан бар, бойы, шашы, түрі, келбеті және мінез құлығы. Бұл да бізге сөз емес, іс емес, құптау емес қой бұл. Пайғамбардың мінез құлығы бізге жетті, сахабалар. Бұл да хадис. Хадис ғылымында сахабаның сөзіне де хадис сөзі қолданады. Бірақ әл-хадис әл-мауқуф дейді оны. Табииннің сөзіне де хадис сөзі қолданады, бірақ әл-хадис әл-мақтуъ дейді оны, ажырату үшін. Демек хадис пайғамбар сөзіне, сахаба сөзіне, табиин сөзіне хадис сөзі қолдана береді. Çünkü пайғамбар сөзіне марфу дейді. Ол дәрежесін білдірмейді бірақ. Марфу, мауқуф, мақту. Сахаба сөзі. Пайғамбар сөзінің үкімін алады. Әдетте сахабаның сөзі, сахаба уахи алған жоқ қой. Уахи алған жоқ сахаба. Сол үшін ғалымдар сахаба сөзіне сыни көзбен қарайды. Çünkü ғылыми тұрғыда сахабаның сөзі, жекелеген сахабаның сөзі ғылыми негіз болмайды. Хадис секілді, дәрежесі жоқ. Бірігіп бір ойға келіскен болса басқа, жекелеген сахабаны алмайды. Өйткені Ибн Аббас көп жылдар өмірінің соңына шейін уақытша некені рұқсат берген. Оны ешкім алмайды ғой, Ибн Аббас айтты екен деп, мысалға. Енді бірақ қараңыздар, сахабаның иштихады араласпайтын мәселе болса, ол кезде хүкімін марфу болады. Үкімі пайғамбар хадисіне тең болады. Ойы араласа алмайтын мәселе болса. Мысалға, Құранның түсуінде бізде 3 түсу бар. Тәнәззулат сәләсә. Құран бірінші ләухул махфузда сақталған дейді. Екінші Бәйтул Иззаға түсірілген, фис-сама'i дуния. Сосын пайғамбарға түскен дейді. 3 түсу бар. Мына Бәйтул Изза деген Құранда жоқ. Бұл хадисте келеді. Хадисте қарайтын болсақ, пайғамбардың сөзі жоқ. Ибн Аббастың сөзі өңкей. Ибн Аббастың сөзі. Мауқуф хадис. Бірақ ғалымдардың көпшілігі бұған жүгініп, Құранда 3 түсу бар деп айтады. Неге Ибн Аббастың сөзін алады? Бұл Ибн Аббастың өз ойынан айта алмайды бұны дейді. Сахаба ойынан шығара алмайды да бұны. Яғни бұл ғайып тақырып өйткені. Бәйтул Изза фис-сама'i дуния, мына дүние аспандағы бір мекенге Құран ләухул махфуздан түсіріледі. Содан кейін барып пайғамбарға 23 жыл бойы түседі. Түсінікті? Өйткені Құран Қадір түнінде, мүбарак бір түнде, Рамазан айында деп 3 аят бар Құранда. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Құран. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр, инна анзалнаху фи лайлатин мубарака.
қараңыз, 3 аят бар. Мүбарак түнде, қадір түнде, Рамазан айында. Бірақ біз білеміз ғой, Құран пайғамбарға Рамазанда ғана түскен жоқ, қадір түнде ғана түскен жоқ. 23 жыл бойы түсті. Демек, бұл Құранның 3 аяты Лаухул Махфуздан Байтул Иззаға түсуін білдіреді. Бірден. Сөйтті, кейін сосын 23 жыл бойы түсті Байтул Изза. Қысқасы, хадис сөзі сахаба сөзіне, табиин сөзіне, пайғамбар сөзіне хадис ғылымында қолдана береді. Түсінікті? Енді бір мәселе бар. Пайғамбар сөзі, ісі құптау дедік қой. Бірақ тағы да бір нақтырақ айтсақ, оны көп кітап айтпайды. Пайғамбардың сөзі емес тек қана. Пайғамбардың сол сөзімен айтқысы келген нәрсесі сүннет. Пайғамбардың ісі емес, сол ісімен нені істегісі келсе сол сүннет. Түсінікті? Сөз ғана сүннет емес. Кейбір сөзі бар, буквально алсаң, сен қателесесің. Сондықтан пайғамбардың сөзі ғана емес, сол сөзіменен айтқысы келген нәрсесі негізгі сүннет сол. Соны түсінуіміз керек. Сондай ғылым бар ма, соны зерттеген? Жоқ. Оны бар, ол мынадай ғылым. Ол кейін усул фиқ, ислам тарихында фиқ ілімінің негіздері дейтін ғылым қалыптасып келді де, 2 мектеп болды. Орта ғасырда 3-ші мектеп шықты. 3-ші мектеп осы мәселеде мақасид дейтін ғылымды қалыптастырды. Мақасид шариа, шариғаттың мақсаттары. Енді шариғаттың мақсаты дегені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөзінен не айтқысы келді, мақсаты не? Сөз емес, сол сөзінің мақсаты не? Соны анықтау, ол бар. Сол үшін де ғалымдар айтады, мақасид қиблатул муштахидин. Шариғаттың, яғни Алла тағала Құраннан бұл аяттан нені айтқысы келді? Пайғамбар мына сөзімен нені мақсат мұрат етті? Соны білу шариғаттың мақсатын білу болып саналады, ал шариғаттың мақсатын білу бұл мүжтәһидтің құбыласы дейді. Мүжтәһид деген шариғатта үкім шығаратын тұлғаның құбыласы осы болу керек дейді. Сол үшін Құранның мақсатын, пайғамбардың хадистерінің түпкі интенциясын білмей, сен үкім шығара алмайсың. Сол үшін пайғамбар не айтқысы келді бұдан? Зерттеу керек. Оны зерттеу үшін бұл жерде ғылым, оны келесі сабақ түсіндіреміз. Кәдімгідей жүйелі түрде бұл ілму дирая. Не дейсіз азеге? Жоқ, тізбек болмайды. Енді қараңыз. Мынаны түсіндірем. Бір минут. Қараңыз. Жалпы директ біз тарихта хадиспен жұмыс жасаймыз ғой. Шариғаттың басым бөлігі хадиспен келеді. Егжей-тегжейі. Енді бірінші этапта біз риуаятқа негізделеміз де, мына мәтіннің пайғамбар сөзі ме, сөзі емес пе, немесе пайғамбар сөзі болса қаншалықты пайғамбар сөзі, соны анықтап аламыз ғой енді. Жақсы, бұл пайғамбар сөзі, жүгінуге болады. Таразының басы пайғамбар сөзі екендігіне басып тұр. Түсінікті? Болды, пайғамбар сөзі. Екінші этап бар. Бірінші этапта мына хадистің пайғамбар сөзі екендігін анықтау, екінші этабы пайғамбар бұл сөзден нені айтқысы келіп тұр. Осыған көшеміз. Оны келесі сабақта айтайық. Бұған тізбек керек емес, болды. Бұған тізбек керек емес, мынаған тізбек керек анықтау үшін. Енді бұл анықталды ғой. Бұл жерде енді не кетеді? Бұл жерде бірінші этапта тілдің заңдылықтары кетеді. Пайғамбар. Сосын лингвистика бар, екінші мәселе бар, прагматикалық лингвистика бар. Прагмалингвистика. Ол не? Қысқаша айтайын, келесі сабақта сол түсінемін. Бірінші, хадис пайғамбар сөзі, араб тілінде бұл. Енді араб тілінің заңдылықтарына қарай, семантикасына, лексикасына пайғамбардың сөзін оригиналынан түсінеміз. Араб тілінің заңдылықтарына қарай. Біріншіден. Ол да жеткіліксіз. Екінші, прагмалингвистика бар. Прагмалингвистика дегеніміз, ол 19 ғасырдың 20 ғасырдың басында Европада осындай прагматикалық, немесе когнитивті прагматикалық лингвистика дейтін ғылым шығарған. Ол не? Ол тілден тыс жағдаяттардың
сөзге сөйлемге мағына үстеуі. Тілден тыс жағдаяттар. Мимика, тон, бейвербалды әрекеттер, ишарет. Қараңыз, проблема қашан басталды? Проблема хатқа түскеннен кейін басталды. Пайғамбар тірі кезде проблема болған жоқ. Енді хатқа түсті ғой, хадис. Жазбаша болып қалды ғой. О жерде қасаң. Мысалы, сен СМС-пен ойыңды жақсы жеткізесің бе, әлде 100% ойыңды жақсы жеткізесің бе? СМС-те рух жоқ, эмоция жоқ. Көрдіңіз ба? Сол үшін смайликтер шығып кеткен ғой, толықтыру үшін. Енді хадистің бәрі СМС қой бізге. 1400 жыл бұрын СМС-тер. Қара, о да контекст жоқ, контекст. Пайғамбар мына хадисті айтып кетіп қалған жоқ қой. Ол бір сағат осылай сахабаларға айтып отыр. Бұл жерде ситуациялық контекст бар. Мәтіндік контекст емес, ситуацияға қарай сөздің мағынасы өзгереді. Ситуация. Мысалға пайғамбар, қараңыз, ситуациялық контекст түсіндірейін. Бірде пайғамбар кейде жатып, бір соқаны көреді, соқа, жер жыртады. Мынау кімнің үйіне кірсе, сол үйде қорлық болады дейді. Енді қасаң мәтінді алсақ қазір Бұхаридегі, демек бұл бір мағынасы егіншілікпен айналысуды тыйып тұр. Немесе егіншілікте осы құралды қолдану, жер жыртатын құрал ғой, жер жыртатын құрал. Болмайды. Контекст не? Контекст былай. Сол кезде, сол қоғамда, сол уақытта егіншілікті сылтауратып, жихадтан қалыс қалып жүргендер болғанда, жихадқа бармай. Көрдіңіз ба? Егіншілікті сылтауратып. Бұл жерде ситуациялық контекстті білсең ғана сен бұл хадисті түсінесің. Немесе бақытсыздық 3 нәрседе дейді. Әйелде, үйде, көлікте дейді пайғамбар Бұхариде. 3 нәрседе бақытсыздық бар дейді. Бұны да контексті білмесең, әйелің саған бақыт әкелмейді. Контекст білесің. Жақсы? Ұстаз, осы контекстті зерттеген енді барлық. Енді айтып отырмын, біріншіден тілдік, екіншіден прагматикалық лингвистика өте маңызды. Тілден тыс жағдаяттар мағынаға, сөзге, сөйлемге, мәтінге мағына береді. Ал тілден тыс жағдаяттар көп. Бұл ғұрып болуы мүмкін. Өйткені тілдің шариғи, тілдік, ғұрфи мағынасы бар, ғұрыптық мағынасы бар. Тек қана тілдік мағынасын алмаймыз, кейде шариғат мағынасы, кейде ғұрыптық мағынасы алынады. Тілдің ғұрыптағы қолданысы қандай бұл? Енді сізге дейін контекстті жетіп тұр ғой? Сол контекстті қалай жету, соны зерттеген не бар? Бар. Сияқ, бұл Құранда да солай. Мысалға Құранда сен фауайлул лил мусаллин деген аятты ала алмайсың тек қана. Намаз оқитындарға нендей өкініш дейді аят. Ла тақрабус сала, намазға жақындамаңдар дейтін аят бар. Кесіп алсаң. Бұны контекст толық аласың. Бұл мәтіндік контекст. Енді хадис былай. Хадис бөлініп жете берген. Риуаят қой бұл. Сол үшін бүкіл ғалым айтады. Бір хадиспен амал етілмейді. Сол тақырыптағы бүкіл хадисті жинақтаған кезде негізгі пайғамбардың айтқысы келген ой шығады. Көрдіңіз ба? Сол үшін бір хадисті алып, сонымен амал етілмейді. Сол мағынада бүкіл хадисті алған кезде негізгі контекст шығады. Мысалы, балақты қысқарту, тозаққа түседі деген сол осы мықты дәлел болады. Егер бүкіл хадисті жинақтасақ, неге айтқандығын түсінесің да, тобықтан төмен түсірмеуді пайғамбар. Негізгі ой, негізгі пайғамбардың айтқысы келген нәрсесін бүкіл сол мағынада хадистер жинақтаған кезде бүкілінің негізгі ойы туындайды. Пайғамбардың айтқысы келген нәрсесі сол кезде түсінесің. Ал хадистердің, естеріңізде болсын, бізге жеткен хадистердің 99,99% сөзбе-сөз жеткен жоқ. Мағынамен жетті. Әрбір рауи мағына. Неге? Бір хикметі бар оның. Алла Тағала Құранды сөзбе-сөз жеткізді. Хадисті соған не ретінде, антоним ретінде мағынамен жеткізіп қойды. Құранға ұқсамасын. Аты да солай. Хадис деген сөзіне кейіннен. Құран қадим, бұрыннан. Құранға ұқсамас үшін хадисті атауында, атында, затында бөлек қылып қойды ғой Алла Тағала.
түсінікті? Ал мағынамен келгеннен кейін әрбір рауи өзінің сөзін сол мағынаға киім кигізіп отырды. Сол кезде ол нәзік мағыналар өзгереді уже. Проблема басталады. Сол үшін Абу Ханифа хадис алған кезде қатал шарт қояды. Рауи фақих болу керек дейді. Фақих неге болу керек? Өйткені фақих анау терең түсініп тұрған рауи мағынаны, анау пайғамбардан келе жатқан мағынаны жоймайды дейді. Сол үшін Ханафи усулында инқита, мағнауи инқита деген ұғым бар. Мағыналық үзілу, мәтіндік жағы. Тізбек, мысалға, мына рауи қараңыз. Хадис қанушыларда мына рауи түсіп қалса, мынаны көрген жоқ, бірақ риуаят етіп тұрса, онда бұл хадис мұнқаты, яғни үзілген хадис. Тізбегі жалғаспай тұр, демек хадис даиф. Ханафилер бұдан бөлек екінші инқитаат алып келеді. Мағыналық инқитаат дейді. Тізбек бұлай сыртқы неге түгел бола берсін, бірақ мағынасында үзілу бар дейді. Ол Құранға қайшы келсе, ол маруф, мәшһүр хадиске қайшы келсе, ол умум. Енді сондай нелер бар. Мысалға, көрдіңіз бе? Мағыналық инқита, ол демек мағынасында бір үзілу бар. Ол қалай? Рауи бәлкім фақих емес. Фиқты терең білмегеннен кейін ол риуаят ете салды. Өйткені көп мұхаддистер мына мәтіндегі негізгі ойды пайғамбардың негізгі айтқан түсінбей риуаят ете берген. Түсінбей. Олардың мақсаты тек жеткізу болды. Оны Ибн Уяйна дейтін мұхаддис ғалымның керемет сөзі бар. Я махшар фуқаха, ей фиқ ғалымдары, әнтумул атибба, нахну саядила. Сендер дәрігерсіңдер, біз дәрі жасаушымыз деген ол. Яғни мұхаддистер мынау дәрі дейтін болсақ, мына дәріні жасап берді болды. Ары қарай бұл дәрі қашан, қандай жағдайда, қандай ауруға, тамақтан кейін ішу керегін олар білмейді. Тек дәріні дайындап берді. Ну сахих, даиф, хадис деп. Ары қарай ол мәтіннен мағынасын жаңағыдай әртүрлі дирая тұрғысынан, мағыналық тұрғыдан зерттеп, мағынасының дұрыс екендігіне көз жеткізу оны фиқ ғалымдарының еншісінде. Сонда әр ғасырда өзінің хадиске, Құранға байланысты тәпсіршілер шығу мүмкін получается. Конечно. Әр ғасырда жаңалау болу керек. Енді ол былай. Оның сөзіңіз жаны мынада. Мәтін пайғамбар сөзі ме? Исламның кереметтілігі кейбір мәтіндер бар, әр ғасырда өзінің бір мағынасын бере алады. Көрдіңіз бе? Кейбір мәтіндер бар, ол нақты болды. Ол мағынасы нақты. Сол үшін де қатаи жанни деген ұғым бар. Жалпы кейбір қатаи дилала, жанни дилала, мағынасы қатаи болмаса, жанни болса, мына ислам танушылар біледі. Ол кезде әртүрлі мағына, әртүрлі көзқарас шығуы заңды. Енді қызық жерін айтайын. Жалпы мынадай нәрсе бар. Сонымен аяқтайын. Жалпы мәтін, Құран, хадис 4 категориясы бар. Бірінші қатаи субут, қатаи дилала. Бұл Құранның өзі және кейбір аяттар. Түсінесіңдер ғой, қатаи субут, қатаи дилала. Бұл күмәнсіз болды. Жету жолы да 100%, мағынасы да 100% анық. Құл ху Аллаху ахад. Бәтті. Ол ешқандай тәпсір керек емес ол. Алла жалғыз болды. Құран екен ол жету жолында 100%, мағынасы да 100%. Түсінікті? Екінші, қатаи субут занни дилала. Құран аяты, бірақ жету жолы 100%, бірақ мағынасы анық емес. Бірнеше мағынаны туындайды. Мысалға, адамдардың ішінен бос сөзді сатып алатындар бар дейді Алла Тағала. Бос сөз не бұл? Бірнеше музыка кіруі мүмкін, кезінде қисса айтушылар кіруі мүмкін, өсек айтушылар кіруі мүмкін, жалған айтушылар кіруі мүмкін, пайда жоқ нәрсе айтушылар. Енді көп та көрді, нақты бір нәрсені ұғындырмай тұр бізге. Демек көзқарас туындайды. Бұл қатаи субут, жету жолы 100%, бірақ мағынасы ондай емес. Мағынасы енді қараңыз, ол ашып тұр, ой жүгірт деп тұрса. Бір жоқ, біріншісі болды. Ол ешкім ой бұл уже 100% ойда жүгірт алмайсың, қатып қалған нәрсе бұл.
Үшінші категория. Занный субут, немесе занный субут қатай дилала. Яғни занный субут ол мынау екеуі негізінде Құран мутаватыр хадистер. Мынау енді ахат хабарлар кетеді. Әлсіз ахат хабарлар. Жету жолында күмән бар шамалы. Бір-екі адам жеткізген тарихта, әлсіз адам жеткізген. Демек, жету жолы күмәнсіз, күмәнді, бірақ айтып келген мағынасы анық, 100% кесімді. Енді төртінші занный субут, занный дилала. Жету жолы да күмәнді, мағынасы да анық емес. Енді қараңыз. Мына үшеуі. Үшеуінде ақыл, ой жүгіре береді жалпы. Мынада да жүгіресіз. Өйткені жету жолында күмән болғаннан кейін, сен бұл мойындамасаң бола береді. Көрдіңіз бе? Ақылыңмен. Сонда қараңыз, жалпы исламның 70-80% дерегі мынау құрайды, үшеуі құрайды. 20-30% ғана мынау құрайды. Сол үшін ислам тарихында егер наоборот болған кезде ихтилаф болмау керек еді. Сахабалар заманында басталып кетті ғой. Сахабалар ақидада бөліне бастады ғой. Пайғамбарымыз миғражға денесімен көтерілді ме, рухымен көтерілді ме? Раббысын көрді ме, көрмеді ме? Сахабалар тартысқан. Ақида бұл. Фихты былай қояйық. Қазір исламда баяғыдан Хилалуддин Саадуддин Хилали дейтін бір ғалым келген. Ертеректе, осыдан 15 жыл бұрын Қазақстанға, мысырлық ғалым. Сол айтқан, кез келген нәрсе айт исламда. Мен оған басқа көзқарас айта аламын. Фихта. Бүкіл көзқараста ихтилаф бар, әртүрлі көзқарас бар. Қатып қалған нәрсе жоқ дейді. Бұл не? Біріншіден ихтилафтың бөлу уализалика халақахум деп айтады ғой, Алла сол үшін жараттық сендерді деп. Бұл дамудың құралы ғой. Егер барлығы қатайы болса дамымайсың. Көзқарас бар жерде, пікір плюрализмі бар жерде даму бар, қозғалыс бар. Пікір талас туындайды, талас тартыс болады, сөйтіп не болады? Догмалық жағы, консерватив дегенде қатайы 100% кесімді. 20-30 сол мәтіндер сондай бізде. Демек, басым бөлік мәтіндер бөлінуге, әртүрлі көзқарас айтуға есік ашып тұр.